Дулат, Найман, Шапрашты сияқты бабаларымыздың аттары қателік жібердік. 500-ден аса жігіттерді сендердің сазайларыңды беру үшін жинаған болатынбыз. Саусақтарыңды бір жерлеріңе тығып жоқ болдыңдар. Армянская компания выпускает Төл дәмі. Сыра ешқашан қазақтың біздің төл дәміміз болмаған біріншіден. Екіншіден, мұнда несі бар деп ойлайсыздар? Ассалаумағалейкум, армысыз. Арақ ішкен тойдамас, ақылы жоқ күндемас демекші кезекті тақырып елімізді құрдымға апарар арақ шарап индустриясы және 8 наурыз күнгі қыз текелер мен ұл текелердің түсініксіз жиыны жайлы болмақ. Ертеде алтын мен күмістен басқасын байлық санамайтын бір бай саудагер болыпты. Біреуден алтынды алда болса, біреуден тартып алатын әдеті болған. Дүниенің құлы болған саудагер алтынға арын да жанын да сатыпты. Қорадағы малын да, қамбадағы дәнін де айырбастапты. Аждахадай ысқырып, халықтың байлығын өзіне тарта беріпті. Халық зарлапты да қарғапты. Бір жылы құрғақшылық болып, егін шықпай ел ашаршылыққа ұшырайды. Әркім өзінің қолындағы барын үнемдеп ысырап қылмайды. Керек, дүниеқоңыз саудагер соңғы азығын алтынға айырбастап, қорадағы малы таусылып сасқалақтайды, қарны аша бастайды. Өзіндегі бар алтынын азыққа қайтадан айырбастамақшы болған бай саудагер үшін халықтың есігі жабық қалады. Орнынан тәлтіректеп тұрып, «Ей халайық, барлық алтынымды алыңдар, маған бір қасық астық беріңдер» дейді. Бірақ оның сөзін ешкім пысқырмайды да. Сөйтіп армен ұятқа жұрдай бай саудагер сарайының маңдайшасына жалғанда шындық жеңеді екен, халық қаһарына ұшыраған өледі екен, арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен деп жазып кетеді. Ал енді мына сұмдықты бабаларымыз көрсе бізді кешірмес еді. Неге десеңіздер, өзі онсыз да жүз-жүзге ру-руға ауыл аймаққа бөліп жүрген қазақтар үшін Бахус және Каспиан маркетологтар мен дизайнерлері өз жұмыстарын беске атқарды. Дулат, Найман, Шапрашты сияқты бабаларымыздың аттары алкоголь өнімдерінің қаптамасына жазылып қорланып жүр. Бүгін осындай наразылықтарын жеткізу үшін тәуелсіз бақылаушылар ұйымымен бір топ қоғам белсенділері ішімдік өндіретін зауыттарға бас сұғып түсініктеме берулерін сұрады. Жиналғандар бұл ұлттық құндылықтарымызды сыйламау әрі қазақ халқын мазақ ету деп біледі. Айтуларынша қазақтың намысын таптайтын ішімдік дүкен сөрелерінде самсап тұр. Жарнамасы да санаға сыймайтын көрінеді. Орысша айтқанда родной вкус, қазақша айтқанда төл дәмі. Сыра ешқашан қазақтың біздің төл дәміміз болмаған біріншіден. Екіншіден, қазақ болғалы қанша азап көрді, бірақ мұндай мазақ көрген жоқ. Былтырғы жылдың шілде айында шыққан сыраның шамамен 100 мың литрі бөтелкелер мен қаңылтыр құтыларға құйылып таралып кеткен. Алайда бір айдан кейін өндірісі тоқтатылған өнімді қайта жиып алуға зауыт басшылары асықпаған көрінеді. Бұл маркетингтің қателігі деп ақталған сыра зауытының директоры кешірім сұрап бір ай көлемінде бұл олқылықты жоюға сөз берді. Қателік жібердік, қазір тоқтатып тастадық. Аға, бәрін тоқтатып тастадық. Қалалардан бәрін алып тастаймыз. Сыраны неге қазақ деп атадыңыздар деген сұраққа компания басшылары бұл экспортқа шығарылатын өнім болған деп қысқа жауап қайырды. Ізінше бір топ белсенді Дулат, Найман, Шапрашты сияқты 24 руды сыра сыртына таңбалап қойған Алматыдағы Каспиан Beverage Holding компаниясына келді. Алайда ел алдына зауыт басшылары шықпады. Ертең біреу ішеді, одан аяққа таптал болсы жерде жатады. Осының өзі маған намысыма тиеді. Мына Найманның дәмін татайық, немесе мына Шапрашты қалай екен деген әңгіме шығады, мына сұмдық мынау. Бұның аталарымыз, үлкен бабаларымыздың есімдері мынау. Ол кісілерді соншалықты қорлайтындай пивінің сыртына жазып қойды. Ал Бахус компаниясы қазақ, керей, жәнібек атты ішімдік түрлерін шығарып қойған екен. Компания өкілі қазақ атауы берілген коньяктың өндірісі тоқтатылғанын хабарлады. Алайда сұхбат беруден бас тартып, арыз шағымды өздеріне жазбаша түрде жеткізуін өтінді. Белсенділер тобы ішімдік өндірушілер адамзатқа залал әкелетін тауар сыртына ұлттық құндылықтарымыз бен қазақы бренд атауларын шығаруды доғармаса, сотқа жүгінеміз деп отыр. қасиетті бүкіл түрік әлемінің қасиетті топырағы Түркістан коньягын шығарып жатыр. Біз осыны қазақтар нағып шыдаймыз. Мен өз басым есептеймін, егер Қырғызстанда осындай Манас деген коньяк шығарса, сол күнде сол зауытты өртеп жіберетін еді. Мынау деген қорлық қой. Міне, Абылай хан бабамыздың атына арнап бұған кім рұқсат берді? Енді бұл қазір осы мәселе бойынша өткен жылда келген болатынбыз, ескертілген болатын.
Ал әсіресе мына жаңға қатты батып тұрғаны бұл өзіміздің таңбаларымыз, рулардың таңбаларын арам лас нәрсеге сыртына қою, сыраның сыртына қою. Оны өткен жылы ескертілген болатын. Ескерту жай ғана ауызбен емес, қағаз түрінде де берілген. Олар қабыл алды, бірақ жауап берген жасап отыр. Барлық руларымызды. Кейін бұл біздің ұлттық құндылықтарымызды таптау, рухымызды түсіру. Және де екінші, дәл сол таңбаға басқа ұлттардың атын жазу, өзбек, кәріс деген секілді. Бірақ өкінішке орай шешені таппадым. Оларға айту керек еді, шешені қоса сал. Иә, оны қосса, ол міндетті түрде, мысалы, қырғыз бауырларымыз, Құдайға шүкір, мынандай қырғыз деген коньяк көрмеппін, немесе ичкерия деген коньяк, міне қараңыздар. Міне Түркістан, Аль-Фараби. Аль-Фараби. Ұлы міне қасиетті бүкілі келіп, бүкіл әлем, түркі әлемі келіп, осы жерге Құран бағыштайтын жерлерге міне мынау Бахус компаниясы осындай заттар шығарып жатыр. Мына жерде отырар коньягі, отырар біздің ескі қаламыз. Бұл отырар, Қызылжар деген секілді бұл елдің жер су аттары, бұны бұлғау деген сөз. Және де мынандай ішімдіктер алаттау. Бұлардың жер су аттары болғанмен, мәселен бұны жаңағы бағдарлама қойып, телефон арқылы көруге болады. Ішінде біздің бренд әндеріміз, Абайдың басқа да Қамажай, Қара Жорға секілді әндерді айтады. Бұл біздің кәдімгі ұлы мерекелерімізде айтатын өлеңдерді ішетін шайтандардың ордасында айтылады, бір сөзбен айтқанда. Иә, достар, енді біз осы Құдабай бауырымыз екеуміздің ойымыз бар, осы екі заводты Бахус және тағы мынау руларға арналған сыра шығады екен, Найман, Дулат, Албан деген. Соны неге біз қазақ халқы соған жай барақат қарап жүрміз? Неге барып содан талап етпейміз? Бұл жерде Түркістанды мен өткен жылы барлық сараптың 15-тен аса зауыттың мекен жайларын таптым. Сөйтсем, бұл Қазақстанда бүкіл зауыттардың барлығы осы Түркістан деген марканы шығарады екен. Түркістан бұл 300 миллионнан аса түркілердің тарихи киелі отаны. Басқа ұлттарға да, мысалы үшін түркі ұлттарын бауырларымызға да, мәселен, олар ренжіп жатса да, біз түсінік көзбен қарауымыз керек. Түркістан бұл біз үшін киелі отан. Және біздің Қазақстанның діни бас мүфтиятқа айтарымыз, Түркістанда, мәселен, мешіттерде және бір жерде отырған кезде имамдарымыз осы Түркістан жайлы көп уағыздар айтып жатады. Түркістанда біздің киелі жеріміз, біздің хандарымыз жатқаны айтып жатады. Бірақ осы нәрсені сіздер де атсалысасыздар, осы нәрсені тоқтатарсызды деген үміттеміз. Сіздерге де өтініш осы, үндеу. Иә, қазақ халқым сосын осыған қатысты енді бізде енді депутаттарымыз бар ғой, ұлтшыл 2-3 депутат, соларға осы мәселені айтамыз. Және де енді ұлтшыл Мұхтар Тайжан бауырымыз бар, соларға осы хабар береміз. Депутаттар депутатский сауалнама жіберсін ба спикерға? Міне көрсетші, мынау қазақ. Мынаны көрген кезде қазіргі қазақтың болмысы, түр сипаты осы сияқты көрінеді. Міне мынау қазақ, сен осындайсың. Бұл айтқанда мынаны көрген кезде, мен бірінші осы сырасын көрген кезде, қазақтың міне түрің осындай, міне қазақ осындай, сен маскүнемсің, сен осындай арамсың деген секілді мен көзіме солай көрінді. Оны өткен жылы Алматыдағы бірінші сыра зауытына барған болатынбыз, бірақ сол жердегі басқарушы Жеңіс деген ағамыз түсінік көзбен қарап, кешірім сұрап, дүкен сүредегі барлық сыраларды және шығаруды өнімден тоқтатқан болатын. Басқа кісілер қазір пысқырып та қараған жоқ. Батыр мына жерде кәдімгі қырланып, мүсін сияқты жасап. Біз біріміз жігіттері бір-бірін батыр деген ұлтпыз. Батырым деп шақыратын ұлтпыз. Ал енді алғаш деп шақырамыз ба бір-бірімізді? Осыны бөтен халықтар көріп күлет шығар. Мысалы, өзбек деген арақ жоқ, қырғыз деген, тәжік деген арақ жоқ, шешен деген арақ жоқ. Тек қана қазақ деген арақ бар. Орыс деген арақтың өзі жоқ, атауы.
тек қана қазақ деп әдейі осы енді осыған қатысты жарайды мынау міне Асанәлі деген бұл енді өзі осы ішімдікті жақсы көретін шетін адам, білеміз иә, мейлі ол өзі рұқсат берді. Бірақ мен түсінбеймін, мынау Абылай хан деп кім рұқсат берген екен, осыны түсінбеймін. Осы кісінің ұрпақтары негізі біз қазақ елі осыған қарсы шығу керекпіз. 300-дің басын қосқан ханымыз. Және де Қызылжар бұл жаңа жер су аттарын мазақ ету деп санаймыз. Және қазақ елі жаңа сияқты. Қазақ деген секілді, бұл да қазақ елі. Қазақ елі осындай арам деген сияқты бір көзге тұрпай көрінетін. Әсіресе біз мұсылман қазақтар, иә, біз мұсылман халықпыз, иә, бізге мынау әсіресе бөтен елдерге экспортқа шығарғанда Абылай хан, сосын айтады ғой, мынау сендердің хандарын, батырларын не арақ ішкен бе? Бұл деген масқара ғой. Украина, ассаламу алейкум, делаем репортаж на тему вот спиртных напитков, коньяков. Армянская компания выпускает коньяки под названием казах, наших батыров без разрешения. Это оскорбление чести и достоинства казахской нации, мы так считаем. Мына жерде жаңа қазір біреуін таптым. Жәнібек және Керей. Жаңа Абылай хан тұр. Абылай хан біздің қазақтың 300-дің басын қосқан. Бұл Жәнібек. Және Жәнібек Керейлер. Қазаққа бірінші хандығы. Сосын Қазақстан деген өзіне де біз көзіміз үйреніп қалған шығар. Мәселен, бұл да бақылыс па? Иә, бақылыс шығар. Bir ғана бақылыс емес, бұл Қазақстан бойынша әр жерден шығып жатыр. Мынаны Жәнібек деген коньяктың бақылыс компаниясы шығарады. Жәнібек және Керей деген, Керей жоқ екен. Кейін бізге көзімізге үйреніп қалған, мысалы Қазақстан деген. Ja, бұнда мысалы еліміздегі шарап шығаратын зауыттардың барлығы шығарады, бірақ өзіміз үйренген. Қазақстан және мой Қазақстан, менің Қазақстаным деген коньяктар бар. Бұл біз үшін ұят нәрсе, қазақ ұлты үшін, намысты жігіттер үшін бір ұят нәрсе. Достар, міне қысқасы қазақ халқы осындай жағдайға жетті, өкінішке орай. Міне көріп жатсыздар, иә, Абылай хан, қасиетті Түркістан, қазақ елі, қазақ деген коньяк, арақ шараптар осыған қатысты екі заводта қазір осындайды тоқтату керек. Өйткені немесе мынау депутатский запрос жасап, бұны білмеймін, заң жүзінде ме қалай тоқтатамыз, оны білмеймін. У ішсеңде румен іш дейді. Ру деген бұл біздің ең мықты ұстанымыз. Егер руды біз жоғалтатын болсақ, рулық төмендететін болсақ, онда біздің рухымыз жоғалады. Ал біздің рухымызды төмендету үшін бір емес бірнеше рет ескертіліп айтқанның өзінде де бұны тоқтатпау, бұл бір жоба деп ойлаймын, өз басым. Одан басқа ат құрып қалды ма? Иә. Яғни біз өткенде сол заводқа барған кезде сол заводтың соған қарайтын жұмыскерлері, қызметкерлері, барлығы орыстар. Ішінде бір қазақ бар екен, келіншек. Ол да орыстан өтіп кеткен. Қазақша мүлдем түсінбейді. Олар қайдан біледі біздің жаңағы қазақшылығымызды, біздің болмысымызды, ұлттық құндылықтарымызды мүлдем түсінбейді. Солардың өздері ме түсінбегендіктен, және ол жоғарыдан ба, одан да жоғарыдан келетін бір бұйрық сияқты. Және осыған қарайтын құзыретті органдар қайда қарап отыр. Бұл мәселеде өткен жылда көтергенбіз, оны естіпей қалмады, білмей, көрмей қалмады деп ойламаймын. Иә, достар, енді мен өзім танитын депутаттарға осы ұсынысымызды қағазға салып жіберемін. Білмеймін, олар парламентте айта ма, айтпай ма. Сосын өзіміз осы сот процестеріне дайындаламыз. Қысқасы осы, бүгін шолу жасадық. Анау руларға қатысты сыраларды таба алмадық, бірақ олар бар деп естірдік. Мынау Найман, Албан, Дулат деген ру атауларының сырасы әлі шығарып жатыр. Осы жақында сол заводты табуға тырысамыз. Қазақтың жігіттерінде барлықтарында ру бар. Мейлі қай жүз болатын болса. Сол рулардың барлығы жаңа таңбаға басылып, сыраға таңбасын қойып отыр. Біз таңбаны, әрбір руымыздың таңбасын төрімізге, аяғымызға бастыру емес, төрімізге іліп қоямыз таңбаны, өзіміздің руларымыздың аттарын. Ал оны алып келіп, арам бас нәрсеге әкеп жабыстыру. Ол масқара ғой, бізді масқара ету бұл. Әрқайсыңыздың руларыңыз бар. Сондықтан бейжай қарауға болмайды бұл нәрсеге. Барлықтарыңыздан өтініш. Бәріңіз атсалысыңыздар осы мәселеге. Егер де өздеріңізде осындай бір продукцияны көрсеңіздер,
әсіресе мынау ру таңбалары сырасы қай жерде көрсеңіздер сол жерде видеоға түсіріп соған қарсы шығыңдар. Оны тек қана біз жасамау керекпіз. Бүкіл қазақ сондайды көріп, шу шығарып, керек болса милиция шығарып. Сол продукция келесіде мынау заводтан шығаратын, мысалы директор білсін, егерде келесіден осы қазақтың ру атауларын шығарса, сол дүкендер проблема болады. Сол дүкендер алмайтын қылып, біз қазақты өзіміз соның санасын ояту керекпіз мына жерде. Мынандай қызық жайт. Осы екі қалбырдың біреуін қазір қоқысқа тастатпай алып қалдым. Бұны әрине өзім ішкенім жоқ. Мұнда несі бар деп ойлайсыздар? Горилла, маймыл, мақұлық. Бұл энергетикалық сусын. Жақсы. Ал бұл да энергетикалық сусын. Ал қызығы мұнда Албан атамыздың аты және Албан тайпасының таңбасы. Бір ғана Албан емес, біздің руымыздың барлық аттары жазылған. Алдын бұны сыра құйылған болатын, оны алып тастады, бірақ көз алдау. Парқы не? Мейлі бұған қара су құйылсын, мынау тұрған Албан атамыздың аты қойылып, Найман бабаларымыздың. Мейлі мен руым Албан болмасын, Дулат болмасын, Найман болмасын, бірақ әрбір қазағымның руы бар. Және осы руларды осы қалбырға нақыштап жабыстырылған. Ал бұны қалай мен мынандай лас қалдықтар қалатын қоқысқа бабаларымды атын, руларымыздың таңбаларын тастауым керек. Және бұл мақұлық маймылбен бірге аттар тұру керек. Ойлаңыздар. Осыншама кең байтақ елімізді қорғаған бабаларымыз, сол тайпаларымыз, сол руларымыз, осы ұлтымыз мынандай мақұлықтармен бірге аты тұру керек. Біздің дәрежеміз осыған жетті ма, ағайын? Жігіттер, жас қыздарға, келіншектерге демей қойын. Жігіттерге не деп өздеріңіз ойлайсыздар? Қалай тастатамыз руларымыз осындай тастап? Өзіміздің елімізде, өзіміздің жерімізде осындай өзіміздің ұлтымызды, әрбір руымызды солай аяқ асты етіп жатырмыз. Жоқ, мына кете берсін қоқысқа. Алынан тастатпаймын, таптатпаймын. Түркияда Стамбульская конвенцияға қол қойып, ратификация жасап қойса да, олардың полицейлері мен белсенділері жаңағы қыз-текелер мен ұлт-текелердің шыққан жиынына қарсы шығып, оларды абақтыға қамап жатқан жайы бар. Ал біздің жағдайға келсек, Сам стирай свои носки! Сам стирай свои носки! Не продавайся за цветы! Завтра станешь у плиты! Не продавайся за цветы! Завтра станешь у плиты! Лаңның шағын көтеріп жүрген феминистер, қыз-текелер мен еркек шоралар, қоғам бұзар, ЛГБТ, бытты-сытты, ауру, немелер, миларыңа жақсылап құйып алыңдар. Келешекте осы қоғамнан, осы елден бір-бірлеп жоқ боласыңдар. Өткенде шетелдің ақшасына біреулердің қолдауымен оңтайлы сәтті қулықпен пайдаланып кеттіңдер. Жүректерің жарылып, мақтанып, қуанып жүрген боларсыңдар. Қуаныштарың алысқа созыла қоймас. Ел естіпесе де, осыдан 1,5 жыл бұрынғы оқиғаны сендер жақсы білесіңдер. Конституция күнін проституция күніне айналдырып гей-парад жасаймыз деген күні осы Алматыда. Ұлтшылда намысқой, атқа мінер 500-ден аса жігіттерді сендердің сазайларыңды беру үшін жинаған болатынбыз.
саусақтарыңды бір жерлеріңе тығып жоқ болдыңдар. Естеріңде болсын. Егер де қадірлі ата-бабаларымыздың өсиеттері мен аманатына, атап айтсам, ел мен жерге, қазақылық болмысымызға, мәдениетімізге, ұлттық құндылықтарымызға, тектілігімізге қиянат жасайтынды болсаңдар, қасиетті киелі қара жерімізді басып жүрмеңдер. Кеудемізде жанымыз, тамырымызда қанымыз тұрғанда, сендер секілді шірік жұмыртқаларға бостандық беріп, қайраңдатып қоймаспыз. Естеріңді сақтаңдар.